Мен өзімнің жазушылығым арқылы, қаламым арқылы халқыма көптеген еңбек сіңіріп жатқанымды білемін. Өйткені мен қазір 25 томды дайындап қойып отырмын. Мен тек шындықты ғана жаздым, мен тек әділетті ғана іздедім, мен тек ақиқатты ғана аңсадым. Өкініштісі, бұл ой баршаға тең келе бермейтіні бар. Ар мен ұятты, ізгілік пен парасаттылықты ту еткен пенделер ғана бірде даңқты, бірде соқпақты жолға түсер. Біздің ақтаңдақты жасатқан кеңестің кезеңдегі кертартпағым. Кеңес одағы әр ұлтқа өзінің қарамағында отырған, өз тарихын еш уақытта айтқызбаған, жазғызбаған тереңдікті білін. Өткенің өлме, кеткенің бүгілме дейтін. Осы ұғымға бәрімізді үйретті, осы ұғымға бәрімізді шұлғыпты. Бірақ мен оған көнбедім, мен ертеңіме көп үңілдім, кешегіме қарайладым, өткеніме бүгілдім. Сонда мен тапқаным менің халқым керемет екен, азаттық үшін арпалысқан екен, күрескен екен, туған жерін осыншама кең байтақ жерді сақтап қалу үшін қаншама ерлікке барған. Соны мен көрсету үшін Елімай деген романын жаздым. Қазақ оқырманы жаңағы Ильяс Есенберлиннің тарихи романдарымен енді сусындай бастаған жұрт Елімайды шын жүрегімен, шын ниетімен қарсы алды. Мінекей сондай серпіліс туғызған бүкіл әдебиетке тарихи романдарды жазу керектігін алғаш ұғындырған, алып келген, соған маңдай терін аямай, өзі күні-түні жұмыс істеп, тыңнан жол салған қаламгер. Сопағаның Елімайы қазақ халқының тағдырының, тұрмыс тіршілігінің, ұлт ретіндегі қалыптасу кезеңдердің бәрін қамтыған кең панорамалы проза. Бұнда жеке-жеке тоқталып отырмайды ұлт тағдырына, тұтастай қамтиды. Ол кезде әлі тәуелсіздіктің иісі де жоқтын. Сол кезде Софыс Матаев біздің қасиетті жеріміз, анау Алтайдан бастап Киелі, Сарыарқа, мына жақта Ұлытау бар. Осы қасиетті жерде қандай тарих болды? Біздің ата-бабаларымыз осы қасиетті жерді қандай майдан, шайқастардан аман-есен алып қалды. Біз осындай алшаңдап басып жүруіміз үшін осы жерде қандай шайқастар, қандай тарих оқиғалар өтті деген сауалды өзінің алдына қазақтың әдебиеті, қазақтың тарихы деген концепті Елімай романымен орнықтырып берген Софыс Матаев болады. Қазақтың ақтаңдақ тарихында әттеген ай көп. Тарихта Ақтабан шұбырынды деген атауымен мәлім. Мың 723 жылдың көктемінде жайлауға көшуге жайланып отырған қалың елді жоңғар қалмақтары 10 мың қолмен шабады. Үлкен ұрыстан аман қалған халық елін тастап, бас ауған жаққа көше бастады. Елімай зары сол трагедияның жаңғырығы. Елімай романына түрткі болған осы бір мұңлы жыр. Сопағаның Елімайын оқып отырып, бірден білесің, автордың ақын екендігін. Өйткені ақындық пенен жазушылықты үндестіріп беру бұл сирек құбылыс. Одан публистикалық сарын табылмайсың. Көркемдік сарын, көркем шығарматан қасиеттер. Елімайдың ерекшелігі сонда. Кейде тамаққа да теңге табылмай қалады. Оған қарамайын. Өйткені мен бармын, мен тірімін, менің рухым тірі, менің рухым жоғарыда. Сондықтан да мен халқыма керек нәрсені беруім керек, халқыма, оқырманыма керек нәрсені жазуым керек. Осы мақсат мені қаншама ауырып жатсам да, қаншама кеселдері мені ұрып жығып жатса да, соған мойын бұрғызбай, соны үйретпей, мені ілгері сүйреп келе жатқан осы менің тілек талабым. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында әдебиетке келіп, күні бүгінге дейін үздіксіз еңбек етіп келе жатқан заманымыздың көрнекті өкілінің бірі ақын прозашы драматург
Софы Қалыбекұлы Сматаев. Софы 1941 жылы 22 маусымда Қарағанды облысы Ағадыр ауданында дүниеге келген. Сол жерде мектеп табалдырығын аттап, Жаңғырқа аудан орталығында нағашыларының қолында оқуын бітірген. Жоғарғы оқуын Софы Қазақ мемлекеттік университетінде бастайды да, келесі жылы Мәскеудегі Болат және кен қорыту институтында ауысады. Инженер-металлург мамандығын алып шыққан Софы оқып жүріп, ол Мәскеудегі Орақ Балға, Теміртаудағы металлургия зауыттарында өндірістік тәжірибеден өтеді. Біраз уақыт оқудан қол үзбей сол жерде жұмыс жасайды. Жасынан әдебиетке құмар Софы инженер-металлург болып жүріп, әдебиетпен шұғылдана бастайды. Өлеңдер, шағын көлемдегі прозалық шығармалар жазады. Қазақ тарихының мәселелерін зерттеп, тарихи тақырыпта тың туындылар жазуға дайындалады. Ақыры 1968 жылы мамандығын өзгертіп, әдеби қызметке ауысады. Софы қазақ сыны мен әдебиет зерттеу ғылымында тиісті бағасын алған. Оның кітаптары Бердібай, Елеукенов, Қирабаев, Сыдықов, Серікқалиев сияқты сыншылардың талдауынан өткен. Жеке кітаптары жайлы бірсыпыра мақалалар мен Софының баспа бетін көрген тұңғыш кітабы Астана оттары атты өлеңдер жинағы. Содан бергі уақытта ол әр жанрда 20-ға жуық кітаптар жариялады. Софы өндіріс маманы есебінде шығармаларын негізінен өзі білетін өмір шындығына сүйеніп жазды. Оның әңгіме хикаяттарының кейіпкерлері жұмысшы ортасына шыққан жастар. Жазушы олардың өмір танудағы алғашқы баспалдағын көркем суреттеуге ұмтылады. Мұны біз жазушының Алау, Аймандай хикаяттарынан аңғарамыз. Жазушыны кеңес дәуірінің қайшылықты тарихы да қызықтырды. Алғашқы Асу хикаятында ол өткен ғасырдың 20-шы жылдары қазақтар бастан кешкен ауыр тұрмыс тіршіліктің көркем суреттерін жасауға ұмтылды. Аштықтан, қуғын-сүргіннен мезі болған елдің қоныс аударуы, оларды қуып, қолға түсіріп қайтару, жазалау оқиғалары сол дәуірдің ащы шындығына сүйене жазылған. Кейін ол бұл тақырыпқа қайта оралып, Софының жазушылық есімін танытқан оның романдары, әсіресе тарихи романдары. Елім-ай оның тұңғыш романы. Бұл қазақ тарихының ең күрделі әрі ауыр дәуірінде туған осы атаулы халық әні тарихымен тікелей байланысты. Жазушы өзі романның жазылуына ой салған осы Елім-ай әні болғанын әңгімелейді. Мәскеуде оқып жүрген қазақ жастары жиналып, елді еске алғанда айтатын әндердің бірі осы Елім-ай. 60-шы жылдары ел билігінің ауысуына байланысты партиялық қатаң бақылаудың босаң тартқаны, әдебиет пен өнерде жылымық аталатын кезең туып, белгілі дәрежеде қаламгерлердің еркіндік алғаны тарихтан мәлім. Осы бір тұста бұрын әдебиетте ақтаңдақ күйде қалып келген әр халықтың ұлттық сезімі мен отан сүйгіштігін айқындауға мүмкіндік беретін тарихи тақырыпқа жаппай бетбұрыс басталды. Ел мен жер, халық тарихы арқылы өмірдің бұралаң, қайшылықты даму сырларын көркем әдебиетте бейнелеп көрсету мүмкіндігі туды. Ілияс Есенберлин, Әлімжанов, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев сияқты қаламгерлер қазақ тарихының қайшылықты мәселелерін көтеріп романдар жазды. Осы ғалымдармен бірге қазақ тарихы тақырыбына қалам тербеп, осы топтың алдыңғы легінде Елім-ай атты шығармасымен көзге түскен Елім-ай жазушы сайын Сахараның ойы мен қырына, көлі мен шөліне, туған халқына, оның ұлттық дәстүріне, салт санасына, мейлінше бай тіліне, дала төсіндегі қыбырсыз қорған қорымдарда үнсіз жатқан ата-баба рухына табынған сүйіспеншілігі, дейді Серікқалиев. Сол дәуірдегі қазақ қалмақ қатынастары және оған қатысқан батырлар мен ел басшыларының өмірін, еңбегін Софы кейінгі шығармаларында да арқау етті.